шырмалған тағдыр 1 және 2 бөлімдеріне сіздерге қысқаша шолу етемін. Өте қызықты кино. Атақты Неслихан және күйеуі кадр екеуі ойнайды. Ең алдымен кино басында көшедегі қаңғып жүрген, яғни такси қағып кеткен итті Неслихан апара жатыр, яғни дәрігерге апара жатыр. Жануарлар емдейтін дәрігерге. Яғни таксиге дұрысып қояды. Неге дұрыстап қарамайсың, неге көзің қарап жүрмесің дейді. Өзі жұмыстан кешігіп, асығып жұмысқа барды. Бұның жұмыс орнында, яғни зорлықтарға жол жоқ, зорлық көрген адамдарға, қыз-келіншектерге көмектесу. Ал Неслиханның қанден досы, Неслиханды жұмыстан шыққан бойда балгерге жазылып қоямыз. Бірнеше ай болды. Балгер бізге бәрін айтады деп күштеп балгерге әкеледі. Балгер ол кезде Неслиханға айтады, яғни Неслиханның аты Маджин болады. Осыған сенде болашақта бірдеңелер болады, сен емдейсің. Осылай өзі такси қағып кеткен итті жақсы көріп қалған ол өзінің бала кезі есіне түседі. Әке, құлағым ауырып тұр дейді. Осы кезде әкесі қолында биотолк болу керек. Құлағынан сыбырлап осылай ұстаған кезде әке, құлағым жазылып кетті дейді. Осылай әкесінен дарыған күш қызында да бар. Әкесі сол кезде айтады, қызым, мен саған барлық күшімді саған берем дейді. Ал анасы кредитке батып кеткен, және ол Неслиханның ең қымбат заты әкесі сыйлаған күй табақ, күй сандығы сияқты. Соны сатқысы келді, бірақ Неслихан сатуға рұқсат етпейді. Неслихан айнаға қарап тұрып, кешегі балгердің сөзі есіме түседі. Балгер Неслиханға сен адам емдейсің дейді. Ал Стамбулда бұл жігіт әйелі бар, аты Қазым. Ол көптен бері ауырады, яғни психикалық ауытқуы бар. Кезінде анасы бұларды тастап кеткен екен, әкесі қайтыс болған кезде. Бұл Қазым 3 ағайынды. Неслихан жұмысына келе жатқан кезде оған бір әйел, яғни жұмысындағы бір әйел көмек сұрайды. Ол бастықтарынан зорланып жүрген, және осы бөлімде жұмысқа тұрмай қаламаймын, басқа жерге ауыстырыңызшы деп Неслиханнан жалынады. Жұмыстан шығып кетейін десе, ауру баласымен күйеуі бар екен. Ал оны зорлап жүрген бастығы болып шығады. Неслихан оны кейіннен түсінген сәтте, бірақ бастығы өкінішке орай Неслиханды жұмыстан қуады. Ал мұнда Қазымның ең кенжеке інісі Жихангер. Ол Жихангер Қазымның әйелімен өте жақын араласады, және жақсы көреді десе де болады. Қазымның әйелі біртүрлі ауруға шалдыққан, типі психопат, әйтеуір гипноз арқылы ұйықтамаса ұйықтай алмайды. Ол жындыханада жатқан кезде оны Қазым өзі шығарып алады, таза жатамыз, серуендейміз дейді. Бірақ сонда да ауып қалған бірдеңе әйтеуір. Сен мені сүймейсің, сен бұрын маған опасыздық жасағансың деп Қазымға тиісе береді. Неслихан болса курс оқимын деп Стамбулға қарай жол тартты. Ол Стамбулға пойызбен келуді жөн көрді. Осы кезде оның сыртынан біреу суретке шақырлатып камераға түсіп тұр. Әрине ол Қазымның інісі Ахмет еді. Бұл да Ахметті сәл психопат. Неслиханның құрбысы қанден қуанып кетеді. Сен өзіңе жаңа дос жігіт таптың ғой, ол сенімен танысқысы келеді, сен қырсықпай олғыны атыңды айтып танысып ал дейді. Соған аздап есіне алған Неслихан Ахметпен танысады. Ахмет негізі ол қызды суретке түсіріп алып, түріне қарап бірден ғашық болып қалады. Ал мұнда Қазым мен оның әйелін көрсетеді. Әйелінің гинекологтары, әйелі сен мені тағы да сүймейсің дейді. Қазым болса сен әдемі көйлек киін, теңізге жарасатындай көйлегіңді кейде кешкі асқа бірге отырамыз дейді. Әлі де жылап отыр. Баяғы 45-ші жылдарға араларында әңгімелер айтып жатыр. Бір рет қателік жасаған сол нәрсені әлі де айтып жатыр. Ал мұнда Неслихан мен Ахмет бір-біріне өте жақын болып кетті. Сіздер айттыңыздар, Неслихан деп менің аузым үйреніп кеткен. Негізі бұл кинода Неслиханның аты Маджид, солай айтылған. Пойыз ішінде біраз әңгіме-дүкен құрып, Стамбулға келе жатыр. Ахмет ес-түссіз ғашық болды. Ал мұнда Ахмет қашан келеді деген Жихангер мен інісі. Ал Неслихан екеуі тағы да әңгімелер жатыр. Атын айтты. Осы кезде ғана танысып, атын айтты. Ал мұнда Қазым әлі де
бір проблемаларын шеше алмай кешкі аста отбасы болып жиналды. Осы кезде бір-бірлерінің жау екені білінеді. Бір-біріне түйірсіз түйіріктеп анау-мынау айтып, әсіресе Қасым анасының жек көреді. Өйткені анасы әкесі қайтыс болған кезде екінші рет күйеуге шығып кеткен. Осылайша анасы да өз балаларының арасына түсіп, екі ортаға от салып жүрген бірдеңе әйтеуір. Әйелі кетіп қалады, ештеңе де ішпеймін деп. Осы кезде артына келген кезде өз-өзіне қол жұмсамақ деп ойлап қалады. Алайда өзіне емес, ол қолындағы бір затты шешу үшін. Ахмет болса ес-түссі кетіп, бұл қызға ғашық болып, тіпті орамалын әкеліп, пойыздың ішіне кірмей тастап кете салады. Ал өз орнында келе жатырмын кешкі асқа деп бауырларына сандап жатыр. Осы кезде Неслихан өзінің құрбысына да ана бір түрлі жігітпен таныстым деп айтып жатыр. Қазымның анасы келініне ұрсып жатыр. Сен бұл ісіңді қашан қоясың дейді. Өйткені бұл өз-өзіне қол жұмсағысы келіп, өлгісі келіп жүр. Ал Жиһангер болса, Жиһангер қай қыз екенін білмеймін, әзірге кино белгісіз, біреуіне көмек сұрап жатыр. Ол өзінің ағасы Қазымды сыртынан басқа жоспар құрып, ағасының компаниясын тартып алу. Бұл үш бауыр үшеуі де бір-біріне өте нашар қарым-қатынастары. Ал Қазымның әйелі болса, өте қымбатқа салынған портретті, яғни Қазым екеуінің портретін пышақпен тілгілеп түгін қоймай жатыр. Өйткені ол Қазымды жек көреді. Жек көргені соншалық оны көргісі де келмейді. Сол үшін өзін өлтіруге дайын, бірақ өле алмайды. Ал Қазымда ауруы бар. Ол әлгі дәрігер айтқандай аурусыну көп өте. Пойыздан бірге түскен Ахмет пен Неслихан, Ахмет қызға қарап тұрады, тесіліп такси шақырса да таксилердің барлығы мына Неслиханды қабылдамайды. Өйткені Ахмет оларға солай бұйрық беріп қойған. Солай Ахметтің машинасына амалсыз мінеді және күшігімен, заттарымен. Осы кезде заттарының әдейі артқы орындыққа салғызады. Өйткені бір жоспары бар. Ал Қазым болса дәрігердің алдында отыр. Дәрігер оған тезірек сізге психологқа бару керек, емделу керек десе, жоқ деп келіспейді. Олай өлетін ауру емес дейді. Қазымның әйелі гипноз арқылы ұйықтауға тәуелді болып қалған. Соншалық ол күйеуіне қанша рет ескертсе де тыңдамай, тағы да көлігіне мініп, әлгі Жиһангер деген інісінің үйіне барады. Өйткені Жиһангер барлық уақытта сырлас және көмектеседі. Bir жағынан жақсы көреді десең де болады. Ол Жиһангерге звондап, тезірек үйді босат, тезірек дәрігерді шақыр дейді. Мен барғанша келіп дайын тұрсын дейді. Ал көлікке мінген Неслиханға Ахмет әлде ес-түссіз қарап отыр. Оның қай жерде тұратынын барлығын айтып, тіпті қонақ үйге өзін жалдауын да айтты, бірақ қыз бас тартты. Осылайша көліктегі сумкасын әдейі бермей қойған кезде оны жүргізушісі "Ханым, сумкаң қалып қойды" деп еді. Оған жын ұрып кеткен Ахмет көлік жүргізушісін әбден ұрып тастады. Осы кезде психопат деген нақты дәлел. Ал Қазымның әйелі болса, тезірек, мен гипнозға түсуім керек, тезірек келді ма дәрігер деп осылай жүгіреді. Ал мұнда Ахмет өзі әлгі адамды ұрғанын есіне алып, қолын қайта жуып, бір емес бірнеше рет сабындап жуып, сабын кетіріп жатыр да, осыдан кейін өзін ретке келтірді. Кәдімгідей психопаттың психопаты мына кинода. Осылайша біртүрлі көзқараспен айнаға қарайды және анасына келіп, "Анашым, мен бір қызға ғашық болдым" дейді. Осы кезде анасы, "Сендердің осы бір қызға ғашық болдым дегендеріңнен мен қатты қорқамын" дейді. Неслихан анасына звондап өзінің аман-есен келгенін айтып жатыр. Осы кезде анасы, "Сенің қобдишаң қайда? Қобдишаң сынбай барды ма?" деген кезде есіне түсті. Қобдиша салынған сумкасы әлгі Ахметтің көлігінде қалып кеткен. Оны әдейі Ахмет көлігіне салған қызды қайтадан кездесу үшін. Осылайша қызға "Қобдишаңды алғың келсе, менімен кездесуге кел" дейді. Қыз басында келіспейді десе де, қобдиша өте маңызды болғаннан кейін келісті. Осы кезде кафе алдында отырған кезде курс оқытамын дейтін емші ма, көріпкел ма, әйтеуір Сара деген подружкамен жақсы араласып кетеді. Өйткені бұл әйел үйінде жалға береді. Дәрігер Қазымға әлі де емделу керек, емделмесе өте асқынып, жаман жағдайға түсетінін айтса да, Қазым келіспеді. Ал мұнда тұратын үйінен көріп жатқан Неслихан және осы Сара деген подружка болып. Осы кезде Сараға Қазымның
анасы звондайды: менің келініме ем керек, сен өзің ғана емдеп бер бұл нәрсені, басқаға сенбеймін, саған ғана сенемін дейді. Осы кезде Сара бұған айтып жатыр: бұл әулетті атақты ишем отбасы дейді. Осы кезде таңқалады, оның Ахмет деген баласы бар, сонымен бірге келдім деп тіпті екеуі өсек айтып кетеді. Ахмет болса өгей әкесімен келісіп тағы да Қазымға жоспар құруда, өйткені бұл да өз ағасын жек көреді екен. Бұлай бірге араласады, бірақ бір-бірін өте жек көреді. Әйелінің ізінен еріп келген Қазым: ол қайда, кәне тауып бер деп айқайлайды Жиһангерге. Мен саған сендім ғой, неге сен маған ұқсатып бересің дейді. Ол әйелінің гипноз арқылы ғана ұйықтайтынын білетін. Содан кейін ол жертөледегі Жиһангердің жертөлесінде әйелінің гипнозбен ұйықтап жатқан бейнесін көреді және қасына келіп: сен бұл нәрсені қоюың керек, бұл азаптан құтылуың керек, және дәрігерге сенің аты-жөнің кім дейді. Солай звондайды да оны жұмыстан шығарып жібер дейді. Осылайша әйелінің кесірінен бір адам жұмыстан шығып кетті. Содан кейін Жиһангер оған құшақтап, әйелінің бетін сипап, жеңгесінің бетін сипап: мен ол адамнан сені құтқарамын, сен керексің дейді. Жиһангер: әлі сен тірі болуың керек, мен Қазымнан әлі кегімді алуым керек дейді. Осы кезде өгей әкесінің қызы Қазымға келеді: сен туралы біреулер жоспар құрып жатыр деп айтып қояды. Ал мұнда досы Неслиханның Стамбулдағы көшелер күндерің қалай өтті деп сұрап жатыр. Стамбул өте керемет, маған ұнады деп досымен сөйлескен. Әйелімен оңаша қалған Қазым: сенің емделу үшін Швейцарияға баруың керек, біз жаңа өмір бастаймыз. Сол кезде әйелі: жоқ, мен сенімен жаңа өмір бастамаймын, өйткені мен сені ұнатпаймын, сен мені сүймейсің дейді. Жалғасы бар.